Бүгін сіздермен бірге тойымды әрі дәмді болып шығатын ПП таңғы астың рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бізге керек заттар қызанақ, ірімшік, жұмыртқа, салат жапырағы және лаваш керек. Барлығын осы видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз. Бір жұмыртқамызды жарып аламыз. Ыдысымызға су құйып, үстіне лавашымызды қоямыз. Лавашымыздың екі жағын бірдей осындай суға әбден сіңгенше ұстайтын боламыз. Табамызға зәйтүн майын құямыз. Лавашымызды салғаннан кейін үстіне бір жұмыртқамызды құйып, барлық жеріне жағып шығамыз. Татымына қарай тұз және де алдын ала туралған қызанақтарымыз бен үккіштен өткізілген ірімшіктерімізді үстіне орналастыратын боламыз. Енді лавашымызды конвертик сияқты ораймыз. Үстіне үккіштен өткізілген ірімшіктерімізді осылай сеуіп қоямыз. Біз қызанақ пен қиярымызды таңғы асымыздың қасына осылай әдемі видеода көрсетілгендей етіп орналастырсақ болады.
Міне біздің таңғы дайын, өте дәмді және тез жасалатын, әрі тойымды ағзамызға пайдалы таңғы ас жасап көріңіздер.